Армысыздар достар, кезекті сабақта қош келдіңіздер. Бүгін біз алдыңғы видеоның енді текстің өзін билетеміз. То есть музыкамен, битпен жұмыс істейміз. Бит дегенде сірке бит емес, кәдімгідей бит, дүккіс дегендегі. Ашайық. Естіңізде болса, мен мына видеоны жасап атқан. Хорошо. Так, бұл басталды. Қараңыз. Осы жерден масштаб деп қойық та. Осылай істеп қояйын, сонда мына жерге кішірейтіп кетсін. Мынаны бейтіп үлкен қылтып аламыз. Сосын бұл жерге келгенде қара байқап отырсаңыз, мына жерден істеп отырмын. Көрдіңіз, бұл дыбыстың күшейген жері. Дыбыстың күшейген жеріне кішкене кішірейтеміз, және де алға жүргіземіз. Ең төмен жерде қайтадан келтіреміз. Бұнандай жерде тағы да күшейтеміз. Төмен жерде алып келеміз. Және де ең үлкен жерге өсіреміз. Дәл осылай біткенше кішкене өскен жерде кішкене өсіреміз де. Міне қараңыз, мына жерде басып қалсам, осы жер сақталып қалады. Егер мына жерде баспай келесісіне мынаған келіп өсіретін болсам, ол мына соңғы басқан жерімде қалып, жайлап ақырындап көтеріле беретін еді. Енді мына жерді сақтап қойдым. Енді әкеліп алайық. Әкеліп алдық. Тағы да көтереміз. Мынандай жерге алып келеміз. Түсіреміз. Мына жерге алып келеміз. Көтереміз. Мына жерге алып келеміз, мына көріп тұрғандай. Мына жерге алып келеміз. Мына керек жұмыс жасап отқан слойды белгілеп қоюға ұмытпаңыздар. Мына жерге алып келеміз. Тағы да көтереміз. Бұл жерде тағы бетіп белгілеп қойайық. Бұл жерде ақырын түсірейік. 105 жарайық. Бұл жерде құттай қозғаймыз. 125 жарайды. Мына жерде 112 жарайды. Бұл жерге келгенше 110. Және де байқадыңыз ба, мына жерге әкеліп қойдым, биік деген жеріне. Ақырын өсіреміз. Мынандай жерге алып қойдым, түскен жерге спускқа. Так, 105 дик. Және де мына жерге алып қойым. Бұл жерде 100 деп қойым мені. Және де келесіне апарамыз. Басып тұрып
үлкейтеміз. Көзіміз мында болу керек. Өзі 44-ке келді. Мына жерге алып барамыз. Ақырындап түседі спуск. Ол жерде так 120 болса, 110 болса жарайды. Және де next следующий. Опять өсіреміз. Бұл жерде тағы 110. Және бұл жерде өсіреміз, осылай тұрсын. Мына жерде тоже былай белгілейміз. И келесі бір шағын ойыққа апарып құттай қозғаймыз. 22 жарайды. Бұл жерден тағы 125 па, 125 құттай қозғалсын. Ақырын қозғалады. Мына жерде 115 дейік. Бұл жерде 105 дейік. Бұл жерде смело қозғалады. Ақырындап түседі. Ақырындай жақсылап тұрып түседі. Бұл жерде тағы былай белгілеп қоямыз, 100 сақталып тұрсын. Бұл 116 жарайды. Және де соңына дейін 90. 88. Сосын в небытие. Ал енді қараңыз. Байқадыңыз ба? Басынан бастап қарайық. Осымен бүгінше болды. Қандай бір ұзақ болған жоқ видео, но негізгісі болды. Менің жасағым келген. Және де бүгін қазір бізбен болғаныңызға рахмет. Келесі сабақта қалай сторис форматқа салып, фон ақ жазып, соған текст қоямыз. Айтпақшы, бұл жерде біздер мұны не салып қоюға болады. Егер видеоға YouTube-ға салатын болсаңыз, хромакеймен, мен қазір соны салып кетейін. Хромакеймен тілектес тілек инста, то есть менің инстаграмымды белгілеп өзіңіздің оны алдағы уақыттарда жасаймыз. Ал әзірше мен дайын материалды қойып көрсетейін. Материалдар. Так, ол мындай емес екен. Тілек инста. Мында да жоқ. Инстаграмға салғандарым жоқ. Осы корейсеве ютубта, мен ютуб клубқа салғанда тілек видеомейкер, инста, футаж, бірдеңе деп неше түресін айтқан болады ғой. Осыған қойып. Қорқтық қойып. Давайте басында ештеңе жоқ қой. Мұқайт қараңыздар, мен жерде дауысын кішкене басып қоямыз, ақырын. Только негізгі видеоның несіне қабат болмасын деп. Ендігі мәселе, мұқайт қараңыздар, мына жасыл фонды хромакей деп атайды. Осы жасыл фонды жоқ қылып жіберудің бірден бір амал, ол міндетті түрде жасыл фон емес, кез келген фонды кетіру болады. Неге көбінесе жасыл қолданады? Өйткені жасыл адамның денесінде жалпы и көп кездеспейтін киімде, денесінде көп кездеспейтін түс болғандықтан жасылды қолданады. Негізі кез келген түсті қолданса болады. Так, ағылшыншаға аударып аламыз. Мен shift айлтымен аударым. Так, ULT, то есть ультра деп терсеңіз болады. Ультра ключ деген бар мұнда. Соны алып келіп, мына біздің белгілеген жасыл фонымызға, то есть мына тұрған шыққан видеомызға
салып қоямыз. Салып қойғанда автоматически сол ашылады. Міне ключевой цвет деген бар, мында қарада тұр. Бүйтіп жоқ қылып жібереміз. Мысалға былай жасап қызылды жоқ қылып жіберсек или басқа түсті сондай болып қалады. Мында ақ кетіп қалды қазір. Байқадыңыз ба? Қызылды жоқ қылып жібермедім. Жоқ болып кетті қызыл. Бізге жасылды жоқ қылу керек. Екі видеоның такие видеомейкер, видеомонтажда. То есть оның аты әзірше осылай болып тұр. Футажды қалай жасау керек екен алдағы уақытта түсіріп жатармын видео. Әзірше осылай салып үйреніп алыңыздар. Футажды кез келген жерден скачать етуге болады. Мында тек қана Instagram емес, подпишитесь деген футаж соңында шығады. Соны қалай салу керек екенін осы көрсеттім. Осылай саласыз. Осы YouTube-тың соңында қазір шығып жатыр, міне қараңыздар төменге. Подписаться басыңыз, және де колокольчик басып қойыңыз деп. Сол футажды солай жасалынады. Сонымен бүгінше осы. Сау саламатта болыңыздар. Аманшылықта кездескенше.